Алгебра есептерінің мына бір нұсқасын біртіндеп талдап көрейік. Бірінші есеп. Бұл логарифмдік өрнекті түрлендіруге берілген. Берілген көшіріп жазбай қояйық. Бірден түрлендіріп кете береміз. Бірінші. 36 алтының квадраты екені белгілі. 6-ның квадраты ол екінші дәреже барып, дәрежедегі логарифмге көбейтіледі. Логарифмнің негізі 6-ға тең, аргументі 5-ке тең. Бұл бірінші амал. Қосу, екінші қосылғыш 10-ның дәрежесіне берілген. Оны біз қазірше былай түрлендірейік. 10-ның бір дәрежесі көбейтілген 10-ның минус 10-дық логарифм 2. Яғни 10-ның дәрежесінде 2-ның 10-дық логарифмі теріс таңбамен берілген. Не істегеніміз көрініп тұр. 2 дәреженің көбейтіндісіне жіктеп жібердік. Ары қарай азайту 3-тің біз енді қазір бұл жерде дәрежеде түрлендіру істейміз. Логарифмнің негізі 9, оны 3-тің квадрат деп жазуға болады. Ал аргументі 36, оны 6-ның квадрат деп жазуға болады. Міне бірінші қадамда біз бірнеше түрлендірулерді жасап үлгердік. Ары қарай жалғастырайық. Ары қарай дәреженің негізі 6, дәрежедегі логарифмнің алдындағы коэффициенті 2, сол коэффициентті логарифмнің аргументінің дәрежесі ретінде жазуға болады. Бұл қайдан келді? Мұны нақты түсіну үшін біз логарифмнің қасиетін көрсететін бір формуланы жазып көрейік. Бізде мынандай формула бар. Мысалы, логарифм а негізде x-тің n дәрежесі дейтін болса, яғни дәреженің логарифмі болса, онда дәреженің көрсеткіші n логарифмнің алдына көбейткіш ретінде келеді. Сонда n көбейту логарифм a x болып қалады. Міне осындай формула бар. Бірақ біз бұл формуланы оңнан солға қарай қолданамыз. Солдан оңға қарай емес, оңнан солға қарай. Яғни логарифмнің алдында n деген коэффициент тұрса, ол коэффициентті аргументінің дәрежесіне алып баруға болады екен. Міне осы формуланы пайдаланып, біз 6-ның дәрежесін соңғы түрге келтірдік. Түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Ары қарай еттік енді қосу 10-ның бір дәрежесі 10 екенін барлық оқушы білетін шығар. Ал енді 10-ның дәрежесіндегі логарифмнің алдындағы минус таңбасы формула қолдануға мүмкіндік бермей тұр. Сол себептен жаңағы қолданған формуланы бұл жерде де қолданамыз. Яғни логарифмнің алдындағы минус 1-ді 10-дық логарифм бұл. Логарифмнің алдындағы минус 1-ді аргумент 2-нің дәрежесіне алып барамыз. Сонда 2-нің минус 1 дәрежесі болады. Тағы да айтамын, бірінші қосылғышқа қолданған формуланы бұл жерде де қолдандық. Жақсылап қараған кезде бұл түсінікті ғой деймін. Енді келесі. Азайту 3-тің дәрежесін біз қазір сәл басқаша жазамыз. Логарифм 3 негізде 6 тең. Ал 3 пен 6-ның дәрежесі қайда кетті десек, бұл жерде біз
логарифмнің қасиеттерінен тағы бір формуланы еске түсірейік қайталап. Логарифм негізі а болып, оның n дәрежесі болса, аргументі b болып, оның да n дәрежесі болса, онда былай болады. Негізіндегі a-ның n дәрежесі логарифмнің алдына кері төңкеріліп келеді, n-нен 1 болып. Ал логарифмнің аргументі b-ның дәрежесі, ол логарифмнің алдына алдыңғы көрген формуламыз бойынша коэффициент болып келеді. Сонда логарифмнің негізі а болып қалады, аргументі b болып қалады. Ал енді n мен n қысқарады әрине, сонда логарифм а негізді b болады. Бұл міне қарап отырсақ, біз мынандай тұжырымды еске алдық. Егер логарифмнің негізі мен аргументінің дәрежелері бірдей болса, негізі де аргументі де дәреже болса, және көрсеткіштері бірдей болса, онда ол көрсеткіштері қысқарып кетеді екен. Содан қарапайым логарифмге айналады екен. Міне осы формуланы біз үшінші қосылғыштағы 3-тің дәрежесіне қолдандық. Енді ары қарай жылжу үшін біз тағы бір формуланы еске түсіреміз. Бұл логарифмнің негізгі қасиеті деп есептеледі. Ең қажетті формуланың біреуі. Ол былай дейді: а негізді дәреженің көрсеткіші логарифм болса, ол логарифмнің негізі де а-ға тең болса, ал аргументі b болса, міне бұл жерде ең негізгі мән беретін нәрсе не? Дәреженің негізі а, және логарифмнің негізі де а. Логарифмнің негізі мен дәреженің негізі бірдей болатын болса, онда бұндай дәреже логарифмнің аргументіне тең бола салады. Дәрежедегі логарифмнің аргументі былайша айтқанда екінші этаждан бірінші этажға топ етіп түсе салады. Бұл есте қалдыру үшін образды түрде айтқаным. Мұны біз бірінші қосылғышқа пайдалансақ, онда 5-тің екінші дәрежесі екінші этаждан бірінші этажға түседі. Әлгінде айтқандай 5-тің екінші дәрежесінің 25 екенін әркім білетін шығар. Сондықтан 25 деп жаза саламыз. Міне бірінші 6-ның дәрежесі ол 25-ке тең болды. Келесі 10 деген ол коэффициент 10. Ал енді бізді қызықтыратыны 10-ның логарифм дәрежесі. Бұл жерде тағы бір мәселені еске түсірейік. лг дегеніміз ол негізі 10-ға тең болатын логарифм. Мұны ұмытқан оқушы болатын болса, міндетті түрде еске түсіру керек. Оны білу қажет болады. Бұл есеп шығаруға да керек болады. Ал енді есебімізге қайтып келіп қарасақ, 10-ның дәрежесінде 10-лық логарифм тұр. Яғни негізі 10-ға тең логарифм тұр. Олай болса, алдын ғана қолданған формуламызды бұл жерде де қолдануға болады екен. Олай болса, екінші этаждағы 10-лық логарифмнің аргументі топ етіп бірінші этажға түсе салады. Сонда былай болады: 10 ол алдындағы коэффициент, ал енді 10-лық логарифмнің аргументі 2-нің -1 дәрежесі, немесе 2-ден 1, сол 2-ден 1 10-ға көбейтіледі. Міне осындай түрлендірулерді мына екінші қосылғышта 10-ның дәрежесіне қолдандық. Жақсылап тағы бір қайталап қарасақ, бұл түсінікті болды ғой деймін. Ал енді үшінші қосылғышқа келейік. Үшінші қосылғышымыз ол алдын қолданған логарифмнің негізгі қасиетіне тура келіп тұр. Сондықтан екінші этаждағы логарифмнің аргументі 6-ны бірінші этажға топ еткізіп түсіре саламыз. Сонда ол 6 болады. Міне енді осы сандарды есептей саламыз. Сонда берілген өрнектің сан мәні шығады. 10-ды 2-ге бөлсек 5 болады әрине.
Сонда 30-30-дан алтын алсақ 24 болады. Яғни берілген өрнектің сан мәні 24-ке тең екен. Дәл осы есептің бір-екі жерін сәл басқаша да шығаруға болады. Онда айтып көріп кетуіміз керек шығар. Ол бұлай. Бірінші қосылғыштың, яғни 36-ның логарифм 6-шы негізде аргументі 5. Міне осы жерде бұлай істейміз. 36 әрине ол 6-ның 2-ші дәрежесі. Ол алдыңғыдай. 6 негізде 5-тің логарифмі. Бұл белгілі. Ал енді осыдан бастап біз басқа жолмен жүруімізге болады. Міне соны көрсетейін қазір. Бұлай істеуге болады. 6-ның логарифм 6 дәрежесі 5-ті жақшаға алып, 2-ші дәрежені жақшаның сыртына шығарып жіберуге болады. Міне осындай әдіс те бар. Ал енді жақшаның ішіндегі дәреже ол логарифмнің негізгі қасиетіне тура келіп тұрған көрініп тұр. Олай болса, образды айтпақшы, 2-ші этаждағы логарифмнің аргументі 5 топ етіп 1-ші этажға түсе салады. Олай болса, жақшаның ішіндегі дәреже 5-ке тең болады. Сол 5-тің 2-ші дәрежесі әрине ол 25-ке тең болады. Міне кейбір дәрежелерді осылай етіп те түрлендіретін жолы бар. Мұны да біліп қойған жөн. Кейбір жағдайларда, кейбір есептерде мүмкін осылай шығарған тиімдірек болады, және жылдамырақ болады. Тағы бір мәселе, 2-ші 10-ның дәрежесінде басқаша түрлендіруге болады. Оны да көріп кетуіміз керек. 10-ның 1 азайту 2-ның 10-дық логарифмі. Дәл осы жерден бастап тағы да басқа жолмен кетеміз. Ол үшін мына бір мәселені еске түсіреміз. Бір дегеніміз ол 10-ның 10-дық логарифмі екен әрбір оқушы білуге тиіс. Ұмытқан оқушы міндетті түрде еске түсіріп, есте сақтауға тиіс. Ал енді бұл неге бұлай дегенде, бізде мынандай формула бар. Логарифм А негізді болса, және аргументі де А болса, яғни логарифмнің аргументі мен негізі бірдей болатын болса, ол логарифм әрқашан бірге тең. Міне осы логарифмнің қасиетін біз 10-дық логарифмге де қолдануымызға болады. Олай болса, есебіміздегі 10-ның дәрежесіндегі 1-ді біз 10-ның 10-дық логарифміне ауыстыруымызға болады. Яғни біз бұлай жазуымызға болады. Логарифм 10 азайту логарифм 2. Міне, бұл тағы да айтамын, басқаша жол алдыңғыдан. Ал енді арғарай қалай болады? Арғарай логарифмнің тағы бір қарапайым қасиетінің біреуін еске түсіреміз. Егер 2 логарифм негіздері бірдей болып, олардың айырмасы берілсе, онда бұл айырманы бір логарифм арқылы жазуға болады, бірақ жаңа пайда болған логарифмнің аргументі ол алғашқы логарифмнің аргументінің мына логарифмнің кейінгі логарифмнің аргументіне қатынасына тең болады. Бұл логарифмнің негізгі қасиеттерінің біреуі. Логарифмдердің айырмасын бір логарифмге келтіруге болады. Ары қарай әрине логарифм 10-дық логарифм 5 болады. Мұны да қайталадық. Олай болса 10-ның дәрежесі ол мынаған келеді. 10-дық логарифм 5-тің.
Ал енді бұл дәрежеге қарайтын болсақ, бұл жоғарыда айтылған логарифмнің негізгі қасиетінің формуласына келіп тұр. Дәреженің негізде 10, дәрежедегі логарифмнің негізде 10. Олай болса, екінші этаждағы логарифмнің аргументі 5, бірінші этажға топ етіп түсе салады. Міне, көріп тұрғанымыздай, логарифмдік өрнекті бірнеше түрлі жолдармен шығаруға болады екен. Қайсы жолмен шығарамын деген сұраққа қалай жауап береміз? Қайсы есепте, қайсы жол ыңғайлы болса, қысқа болса, сол жолды пайдаланамыз. Бұдан шығатын бір жақсы қорытынды, әрбір оқушы есепті шығарудың барлық жолдарын білуі тиіс. Өйткені кейбір есеп бір жолмен шығаруға ыңғайлы, кейбір есепке басқа бір жолмен шығару ыңғайлы. Сондықтан кез келген жерде, кез келген әдіспенен шығарып кете беруге оқушы дайын болса, онда оның шығара алмайтын есебі болмайды. Міне осыны есте ұстау керек. Яғни есептердің жауабын жаттай берудің түкке керегі жоқ. Есептің шығару жолдарын игерсең, онда бір есеп арқылы жолдарды үйреніп алсаң, сен миллион есеп шығаруға мүмкіндігің болады. Осылай қарай талаптану керек. Міне, бұл өте пайдалы болды ғой деп есептеймін.